Ассалаумағалейкум, қадірменді мұсылман бауырлар. Мінекей біз тағы да сіздерге керемет көлік көрсетейін деп тұрмыз. Ол көлік баяғыдай Toyota Camry көлігі. Көліктің түсі яғни сарғыштау, алтын тәрізді, яғни белый золотоға ұқсайды. Ассалаумағалейкум, қадірменді мұсылман бауырлар. Мен өзімнің YouTube арнамда Құлыбек Жазира және оның баласы Кенже екеуінің ауырып жатқан жайлы суреттерін көрсеткен болатынмын. Ол кісілерге сіздердің қазіргі көмектеріңіз қатты керек. 5 мың теңге, 10 мың теңге беріңіздер деп. Каспий голдына қалтамыздан түсіп қалыватқан сол 50 теңге, 100 теңге де кетіп жатыр. Мысалы, ойын тумалақтарға жігіттер болатын болса, кішкене әрбір қыдырып келгенге, не істегенге ақша кетіп жатыр. Сол себепті сондай ақшаларыңыздың бір бөлшегін бір рет болса да осында қандас жерлес қазақ бауырларымызға бір көмегімізді берейік. Шынайы жаны ашқан кісілердің өмірде бар екенін білемін. Шынайы ауырып жатқан кісілерге кейбір кісілер сенбегендері үшін барлық байланыс нөмір, телефон бәрін қалдырамыз. Ақпараттарын барлығын тоқып берсеңіздер болады. Сол себепті 50 теңге, 20 теңге, 100 теңге, 200 теңге болса да көмектеріңізді сұранамыз, ағайын бауырлар. Енді біздің өзіміздің ағайындардан аз болса да бір 200 теңге жинап берейін деп тұрмыз. Енді біз үнемі өзіміздің осы көмегімізді ауруынан айығып біткенше үзбейміз. Сол себепті сіздер де сондай амал әрекет жасайтын болсаңыздар, Аллах тағала садақа берушілерді Аллах тағала жақсы көреді. Садақа беру арқылы өзімізге көп пайда алып келеміз. Яғни енді мен ол туралы сізге толықтырып айтатын болсам, видеом созылып кетеді. Садақа жайлы интернеттен қарасаңыздар да көптеген Мұхаммед пайғамбарымыздың айтқан өсиеттері, айтқан сөздері бар. Сол себепті ағайын бауырлар, қолы келгенше берейік, көмегімізді берейік. Бұндай кішкентай нәрестеміз, кішкентай балаларымызға да көмегімізді берейік. Бұл өмір болғаннан кейін барлығы болады. Менің қазір денсаулығым, аяқ қолым сау болып жүргенмен де ертеңгі күні бір сағаттан кейін немесе бір күннен не болатынын кім біледі. Сол себепті ағайын бауырлар, сонда түсініспеншілікпен, мейірімдеріңізбен көмегімізді берейік. Қолдан келгенше жағдай жасайық. Болашақта осы қарындасымызбен кішкентай баласының сауығып кеткен видеосын күтеміз деген үмітпен сіздер көмектесіңіздер. Иншалла солай болады деп біз де үмітімізді үзбейік. Аллах тағала тілегімізді, дұға тілегімізді қабыл етсін. Енді осындай көліктің біреуін жібергенбіз. Алдыңғы мордасы Lexus көлігіне ұқсайтын. Ол көлік Қазақстанға жетіп, алғаш растама жасалынып, клиентіміз айдап жүр, өте жақсы. Ол кісіні де жақын арада біз видео түсіріп жіберіп өтініп, сізге тағы да жіберетін боламыз. Ал мінекей тура сондай Toyota Camry. Енді бізде Қазақстанға келіп жатқандар көбісі белый жент сұрайды. Серебро, қара деген сияқты, қоңыр деген сияқты түстері. Енді бұл да өзінше эксклюзивный цвет, ерекше, әдемі, заводской ең бастысы. Көлікте айналдыра бір көрсетейін. Бізге бірден көзге түскені бампердің ұқсамай тұр. Енді бұл бамперді Кореяда нақты ешкім керемет боя алмайды, Қазақстандағыдай емес. Біз Kia K5, Hyundai Sonata көліктерін алған кезде осындай бампермен, артқы бампермен, алдыңғы бампердің екі түрлі өзгеше боялғаны, сәл басқаша боялғанын байқап жатырмыз. Сол себепті сіздер де түсініп қараңыздар, Қазақстанда бұны боятқандардың дұрыс. Арбитсе бір 30-40 мың, 50 мың теңге кетіп жатыр. Енді басқа жақтары қарап көрейік, басқа жақтардың бәрі таза. Артқы бампері өзінің түсі. Қай жері ұрылған барлықтарын көрсетемін. Бұл көлік таза көлік сияқты. Бір тез қарап тексеріп өттім. Бұл көліктің размері, баллонның размері қарайтын болсақ, Туранза екен. Яғни 235, 45, 18 размер таза. Қай жақтан тәріз сырылғандары бар. Оны да бір рет таштетіп жібермек. Енді көлікте барлық опциялар бірдей болып келеді.
Salonu жақсы екен, таза. Көліктің иесі өзінің көлігіне жақсы қарап айдаған көрініп тұр. Пробегі 30 мың, көп жүрілмеген, чехолы және мындай көліктер. Істердің бәрі таза, жақсы. Капотын ашып көрейік. Мотор жақсы жұмыс жасап тұр. Таза. Болттар шешілмеген. Енді корейский көліктерді бізге лист жібереді. Сода листта таза екенін білініп тұр, бірақ сонда да келіп көруіміз керекпіз. Мына жақтардың бәрі таза, шешілмеген. Екі жақта да. Таза. Енді бұл таза Японияның көліктерінің опции анау айтқанда российскийден қарағанда төменде, бірақ бұлардың жүрісі, ходовкасы және көліктің құрастырылу конструкциясы барлық жағынан мықтырақ болып келеді. Енді бізге тапсырыс берушілердің көбісі әбден Россияның жан-жақтың көліктерін алып шаршаған. Нағыз японский компанияның нағыз арена көлігін айдаушылар бізге хабарласып жатыр. Мінекей панорама крышасы. Арт жақтарын қарайтын болсақ, көлік жақсы, таза. Парлық только стакан қалышы. Арт жақта елге зарядкалары. Багаж ашық. Мына жақта бәрі заводской. Бәрі тап-таза. Мына машинаның көліктің иесі өте көлігіне жақсы қарап айдаған. Бұл көліктің енді тексеріп көрейік. 144, 156, 134. Көрініп тұрған шығар. Жүз 139, 135, 133, 142, 130, 133, 144, 147, таза екен. 401, 346, ішер боялмаған. 159, 160, 131. Бұл жерден 160 деген сияқты цифрлар көрсете береді, бірақ олар боялмаған. 138, 134, 134. Енді анда үлкен не көрсеткенде, мысалы 200-198 көрсеткен кезде өзі тексеруге болады. Ол жақта барлығы 160, 150 соға дейін. 148, жоғы жақтан тексерейік. 144. Енді бір айдап бір көрейік. Қалай екен жақсы. Мотор жақсы жұмыс жасап тұр. Нені, скорость алып көр. Әріге дыға. Қайтадан әріге. Қайтадан дыға. Мотор қарап қойып таза, әдемі. Бұл мінекенді бұл көлікті айдап көрсін.
Қалай, жақсы екен. Әттең ана бампердің арт жағында, артқа қарай жүрген кезде ұрып алған жері бар екен. Оны қайтып бері қарай шығарып, қайта жасап қою керек екен. Бампер боялмаған, сәл арт жағында нені түртіп алса керек. Сіздер де байқаған шығарсыздар. Жақсы, жақсы. Мына жерде. Анығырақ, жақыннан қарайық. Енді ол қатты бұл не емес қой, қатты бір үлкен соғысқан, жырылған машина жөнінде бұл әлдеқайда емес. Мінекей. Мына жерде яғни ұрып алған екен. Бұны Қазақстанда арнайы қыздыратын пенжақты заттармен ыстып, қайтадан бері тартып, жақсы жасап қояды. Жақсы, жақсы.